Сәлем достар, сіздермен саяхаттаймыз арнасы. Бүгінгі видеода Мейрам киностудиясындағы Зомбикенд сериалының қателіктері туралы болады. Алдыңғы видеода 300 лайк жинапсыздар, ал осы видеоға аямай лайк бассаңыздар, келесі бөлімі тез шығатын болады. Айтпақшы, подписаться деген қып-қызыл кнопканы басыңыздар, және де қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер жаңа видеоны ең бірінші болып көретін боласыздар. Ал видеоны бастаймыз. Арлан қолындағы автоматты осылай ұстап тұр еді. Опа, енді басқаша ұстап тұр. Ал бұл бала қаруды иығына қойып келді, ал кадр ауысқанда асылып алыпты. Дима, сен оны қайдан білесің? Біз оны бұрында өлтіргенбіз. Енді не істейміз? Жайнатып қойдық. Бұл қыз қандай затқа шалынды? Шалынса қатты айқайлайды екен. Соған қарағанда әдейі айқайлады-ау. Ол бір оққа өле қоймайды. Бір оққа өлмейді, бірақ бір тепсе өледі екен. Зомбиге ұқсамайды ғой? Бұл сонда бір түрлі зомби. Өлмейді ғой мына бәле. Қорқып кеттім ғой. Өліп жүрген болмайды екен негізі. Иә, қауіпті екен. Біздің Даниш қайда? Білмеймін, Арлан ше. Ол екеуін тезірек тауып алу қажет. Кішкентай балаларды жібергенде бұндай зомбилердің бар екенін білген жоқ қойсың да? Ал егер зомбилер жабылып кетсе ше, оларда чорт чума деген ұғым жоқ қой. Амирдің беті қан еді, ал балалардың ардына келген кезде беті жылан жылағандай тап-тұз болып тұр. Оны көре жатармыз. Атпаңдаршы, ал жекше білесің ғой, мен қандай атам екенімді. Мен сіздерге көмектесемін. Атпаңдаршы мені. Бұл қыз Самерді неге атып өлтірді? Неге бар сонша өлтіретіндей? Оны алғаш рет көріп отыр ғой. Алдыг өлтірсе мейлі ғой. Қанша жамандық көрді. Ая, қалайсың? Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Рахмет сендерге. Чотам Самерді. Стоп. Сонда Ая ешкіммен таныспай ма? Әлде аттарын палашып біле ме? Естеріңізде болса, Арлан алдыңғы бөлімдерде матрастың үстінде жатып ұйықтайтын еді. Ал қазір матрас та жастық та керек емес екен. Әлде оған алдик тартып алды ма? Арланның туған күнін естіген зомбилер от души жуу үшін, яғни тойлау үшін келді. Достар, видеоны лайк басып каналға тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше. Сау.